Әрбір инсан өз өмірінің қаһарманы. Оны басып өткен жол болса, кімгедір өрнек, кімгедір сабақ. Лекін айне міне сол өмір жолында өз өміріне мінетар болып, шүкіршілік етіп жасауды ұмытпау керек. Ассалаумағалейкум Қарақалпақстан. Бізде жаңа форматта жаңа жай бар. Біз сіз білген салалармен сәубеттеспейміз. Біз халық арасынан жаңа қаһарманларды жаратамыз. Бізде өзіміздің қаһарманлар. Инсан өмірінің әрбір мөңірді тек қана өзіне мәлім. Қиыншылықтар, бақытлы демдер һәм де бұл уақыттар алғанда тапқан һәм жойтқан инсанлары болады. Бүгінгі сан қаһарманлары болса, Света һәм Елнорда тұрмыс жолында сыналған, сабырда қаты табанғанлардан. Көрсету дауамында сіз білмеген қаһарманлардың машақатлы өмір жолы һәм бүгінгі шүкіршілігі көпшілікке сабақ боларлықтай. Өзгелер бүгінгі бар жоғына қанат қыларлықтай дәрежеде суретленеді. Оны қалай қабыл ету болса, әрбіріңіздің өзіңізге байланыслы. Кім бар? Нан жауасыз ба? Ассалаумағалейкум, Харман. Уалейкум ассалам. Келің. Опа. Наныңыз көп па? Осы бұйырғаны әйтеуір болып жатыр, келеді. Аллаға шүкір, сол. Осының арқасынан күнімізді көріп отырмыз. Екі студент қызды оқытып жатырмыз. Проезі, киімі дегендей бұйырғаны сол. Қыстың күні міне сондай суық, және міне бүгінгідей қарда да міне сол таңдардың басындасыз. Қиын емес пе мысалға? Енді наның жылуы бар қыстың күні. Жаздың күні кешке қарай бастаймыз, түнге дейін жоға алман. Кел, мен сізге жәрдем беріп тұрамын. Тікешілік. Анаммен біргелікте үйде сондай қылып нан жауамыз. Өзіңіз бұл кәсіпті кімнен үйренгенсіз нан жауып? Анамнан үйренгенмен, 9 жасымнан бері анам үйретті. 9 жасыңыздан бері? Содан бері бұлай үйге нан жауамын да, 2 жылдан бері осындай тандыр ашып, кәсіп қойып, сосын жұмыслап жатырмыз. Аллаға шүкір, әйтеуір осы тандырды ашқанымызға қуанамыз, күйеуім екеуміз. Осының арқасынан әйтеуір ешкімге нетпей, қолымыз созбай. Содан жаңа немізді тауып отырғаннан кейін күнделікілі. Баста нан жауып үйреніп отырған уақытыңызда нанды түсіріп алып, күйдіріп алып, сондай жағдайлар болған ба? Ондай жағдайлар болды. Бақыр естіп, үйімнен нан беріп жүрген күнімнен болды ең басында. Мен қосылып отынды майдалап, қызларым, енем, бәрім жүресінерде. Қазір іздеп келетін қаридарларыңыз бар шығар бәлкім? Аллаға шүкір. Қаридарларымыз бар. Аллаға шүкір жетеді. Әйтеуір жылда көбейіп жатыр ғой дараматымыз. Былтырлар азлау еді. Одан кейін жақынларда вообще көбейіп басылады әйтеуір. Енді көбінесе алдыңызға қаял адамдар келсе керек. Білеміз, қаял адамдар бар жерде тандырдың басына құртырмай. Ең соңғы жаңалықтар кетеді. Қарақалпақшасын айтқанда өсек тайым болады. Көргенін айтады, білгенін айтады, әйтеуір перзентлерінің қылығын айтады дегендей. Біреу бір жерде мынандай болып тұр, біреу анерде жақсы зат бар екен. Мынандай затты арзан алдым, қымбат алдым, әйтеуір ішің піспейді құласы келем. Жаздың күні күйеуім келіп отырады өсерге. Кәсібіңіз сізді зеріктірмейді? Зеріктірмейді. Бәрімізге, даже бәрімізге де. Жазымен енемам келеді, келіннің балалары мінерді. Мен өсерде түнде кеште бастаймыз қылыз, 5-6-да, түнгі 12-1-ге дейін жауамыз. Өсерде жүрміз, светлер жанық, жан-жақ. Қазір мына жерден бір тандырдың иісі кеп тұрды, ісінанның. Біздер балалығымызды есетеді да, бұндай ісінанның иісі. Негізі нан жауам жақсы бизнес. Хам сауапқа қаласыз, хам қадал минет, өзіңіз бантлейсіз. Үйден шықпастан. Күйеуіме бір жағынан кіріп шығып, әйтеуір қарап тұрып, мысалға басқа сыртқа жұмысқа шығып кете алмаймын, үкіметтің жұмысына бара алмаймын. Осындай күйеуіме жүгіп барып, қарап келемен, жатқызып келемен, тұрғызып келемен жүгіп барып. Адаспасам, осы үйде тұрасыз, е? Бұйыр енді шығып келетін, бөлек шығатын үйімізді. Ал анаяқта ата-енемнің үйі бар, сол жерде тұрамыз біздер. Нанларымсам шамаласып қалды міне. Жүрің үйге барып көрің. Қазір нанда ішіп едім. Міне, мынау нан жаятын жеріміз. Қыстың күні адамлардың бәрі өсерде нан жаяды. Нанларын жайып, мынаяққа апарамыз. Сөйтіп мынаяқта жауамыз. Сол жасайтын, құда қалесе ендігі жасайтын үйіміз. Мына басшыларымыз әйтеуір істеп береміз деп қойыпты. Құда қалесе істеп бере қойса, өсерге келе жақын ниетіміз бар. Папамыз құдайым аяққа тұрып кетсе, өсерге келіп, қызларымызды оқытып, өсерде ұзататын, баламызды үйлендіретін ойымыз бар. Ағаңызбен сөйлесесіз қазір, құда қалесе. Әйтеуір сол өзіміздің күшімізбен бизнесімізді басылап, үлкейтіп, өсерде нан жауып, цех ашатын ойымыз бар. Мінерге келіп не үлкейтіп. Адам алып базарға нан тарқатып дегендей. Өзімізбен өзіміз тікленіп кетсе, құда қаласа деп.
Ассалаумағалейкум аға, қалайсыз? Уалейкум ассалам. Шүкір Алла деп қалайсыз өздеріңіз? Жақсы, рахмет, қарман. Барың. Бүгін үйіңізде меймандамыз. Бүгінгі көрсетуімізге қаһарман деп таптық сізді. Болады, рахмет. Өзіңізді жақыннан таныстырып өтсеңіз. Менің атым Илнур. Тақаташ қаласында тұрамын. Мен Тақаташта туылып өстім. Уақия жүз берді. Хамде уақиядан соң қандай сезімдерді сездіңіз? Яки жүрегіңізден қандай кешірмелер өтті? Бір ағайынның туылған күні еді. Сол сағат 5-дің уақыты. Күніме отырып, енді аз қайтамыз, әне қайтамыз, міне қайтамыз да. Сол бір шомылып шығайын, суға бір түсіп шығайын деп, киімнен болмаса киініп, суға кірмеймін деп отырып едім. Қайтадан шешіп, жүгіріп суға секірдім да. Сол секірдім, су аралықта суға кіргенімді білемін. Бірақ судың астында жатырмын, қасымда мынандай балалар шомылып жатыр. Бір 5-6 бала бар. Шомылып жатыр. Мен судың ішінде тұрман ғой. Шығайын десем, жүзе алмаймын да. Ойламай, түс көріп отырып па екен деп. Азмастан өзіме келдім да. Қарасам судың астындамын. Қолларым көрініп тұр ма? Құяштың жақсысынан көрінеді қоллар. Қолым қозғалмайды. Сөйтіп бірден ойыма келді. Мен қызып суға секірсең, аяқ қол істемей қалады екен деген сол дегенде, бірден ойға келді да сол. Мен аяқ қолым істемей жатқан екен. Әлімде бір бала суда енді тұрған, әйтеуір қара болып көрініп тұрды. Енді анаға айта алмай жатырмын, мен шығар деп. Судың астындамын. Даусым шықпайды судан. Сол суды ішіп жатырмын, білмеймін, әйтеуір хауа да келмейді. Арқамнан біреу шықса деп мен тартып жіберген бе былай. Сонда ана қолым деп барып келеді мынандай. Дегенде ана өзім қолым тіслеппен да. Енді ана шомылып отқан балаң қолы шығар деп ойлап. Тіслесең тартады ғой сен деп. Мен өзім қолым екен. Олам сезбейді, білмеймін. Енді дәлшен етіп отырмын. Қалай шығарымды білмей. Ішімде хауа мамады, судан уже ішіме суам кіріп болды да, хауа жоқ. Соны мен көзім қатты жұмдым. Енді уже былай төменге қарап шомылуға баратырмын деп әсен ағыммен. Көзім әлдем қап-қара болып кетті. Ай, болды, кетемен ау деп. Мұрнынан деп кітті бір-екі шарик шықты біліп тұрмын. Аналар уақаған ұрып шомылып жатыр. Дауысы естіліп тұр. Сөйтіп, бә Алла енді айтасаң ғой бір тауба етіп. Қылған күнәларым болса кешіргейсің деп. 3 мәрте айттым да соны. Түшініп барады ма болмаса. Қылған күнәларым кешіре Алла деп көзім қатты жұмып. Сонда ағайын бала арқамнан кеп судан көтеріп алды да. Сөйлей алмай жатырмын. Судан көтеріп алды. Я демдем ала алмай жатырмын. Ішім суға толған. Шықса деп таса жеп және көтеріп алғанда әйтеуір шығарың деп айталдым да, шығарың не болды деп. Әйтеуір қолларым болса шетке шығарды бәрі көтеріп, аяқ қолым істемей қалды деп жатырмын. Аналар ісенбей. Аяқ қолым енді басып жатыр ғой, массаж етіп. Мен өздерінше бір жүргізе жақта мен. Білмеймін не болған. Бір жеңі бір зат болды ма деп айландырып қарап жатыр. Енді бір зат тиіп, бір ағаш-бағашқа нетпеді ме деп. Ес сат болған жоқ. Аяқ қолым істемей қалды сырасы. Онымен қасты сөйді шомылуға келген бір жас бала бар екен. Дамасына мінгізді әлдіне. Жолға шықтық асфальтқа. Бұяқтан скорый келді ауылдан. Скорыйға жақыллап келатырмыз ғой енді. Домлардың арасынан. Бұл жана ұйқым кеп барады да қаттыға сазданиям жойтып отырмын. Қаттыға ұйқым кеп көзім қысылып бана. Фельдшер бала бетім ұрып жатыр. Нашатырной спирт иіс кетіп не. Анаңам иіс жоқ та, менерме қойыпты уже. Анаңам иісін сезіп атқаным жоқ та. Ұйқым кеп тұтты да. Ұйқылатпай жатыр. Ұйқылама деп. Сонымен білмей әйтеу кірді. Укол ұрды ма, не қылды ма, өзіме келдім. Жатырмын реанимацияда. Ешерім істемейді. Мен не болды? Әйтеу істеп кеттім. Ба істеп кетеді ғой. Тамырың тартып қалған ғой деп енді алдастырып жатыр. Базардан таза футболка алып киіп едім ғой, новый. Қайшымен алып соң кесе жақты. Бұрынғы орыс киноларды көре беріп есімді алған ғой. Ана өліп қалса үстіне шешіп алады деген ойда. Енді білмей, арам еттім бе, бәді қой шешіп не кеспе былай шешіп алдым. Болмайды басыңды қозғауға. Мойныңның несі езілген деді.
сүйеу сені қозғауға болмайды. Бірақ болады, шешіп ал деп шешіп алды. Жаңа футболкамнан қайғырып жатырмын да, біреу айтады, футболканы не қыласың деп. Енді таза зат болғаннан кейін жаным ашып жатыр да, жаңа футболканы. 20 күн жаттым больницада. Операция қылды. Темір қатырды. Ол көремен десең көре береді екенсің адам өмірінде. Анайда даже жасағымам келмейм кетті да бір уақытларында. Сондай қиыншылыққа түстім, сондай қиналып та. Болмаса өміріңде адам ауырады, больницаға барасаң, ол затлар бәрі ұмытылып кетті. Мына жатқан, дым басқаша болды. Қолдарың істемейді. Не жеп, не ішіп жатқанын дұрысы білмейсің, біреу жегізіп ішкізеді. Ол мына қалыңда қалсаң, ертең дальнейший жасауым қалай болады? Бір ай, 2 айда жақсы болып кетесің ғой деп алдастырады да. Бір уақия көп нәрсені өзгертіп жіберді. Көп бастан көп зат өтіп кетеді. Сол 20 күн жатқан, сол реанимацияда жатқан, біз 20 жылдай өтті ал. Күн өтпейді, таң атса сол бір потолокқа қарай жатаман, басымнан қозғай алмаймын. Сол бір потолок ұйықтаймын, ашамын, сол бір потолок. Лекін сонда да үмітіңізді үзбедіңіз. Яқ. Аллаға шүкір жасап отырмын мен. Балаларым бар. Өміріңізде мінетарсыз ба? Шүкір, Аллаға шүкір. О қиыншылық көрмесең, өмірдің қадірінен білмейсің. Өмірлік жолдасыңызбен қалай танысқансыз? История қызық осы оны. Оның үшін және бір отырып, полный сөйлесу керек. Жұмыста танысты ғой. Бұл магазинда еді. Мен сварка істейтін едім. Бір адамның қолындағы. Магазиннен зат аламыз. бір жерде істегенсіз? Мен магазинде администратормын. Рабочиймін мен. Сөйтіп? Сол магазин зат аламыз. Анау аламыз, мынау аламыз енді. Кейінен бұл ауылға келіп, жаңағыдай мынандай жағдай болып қалды да. Одан кейін мен тым-тырыс жұмыста қалып қойдым. Әйтеуір оны мен неміз жоқ қой, атынша неміз жоқ қой, ешқандай хабарласып тұрған жоқпыз. Одан кейін жығылғаннан кейін бұл іздей берген 5 жыл іздеген сол. 5 жыл іздедіңіз ба? Енді бір жұмыс бойынша былай қалай не қылып жатыр. Енді іздейсің ғой адамды. Не істеп жатыр деп. Демек есінде қалғансыз. Орақбалға деп, мен Орақбалғада тұратын едім, содан Орақбалғаның бәрін сұрастырып іздей берген. Ағайлардан сұрайман ғой, бірге істегенне. Мен айтамын, енді олар аяқта жүр ғой. Мен сол Светаның нөмірін білесіз бе, адресін білесіз бе деп. Ағайын балаға айтаман ғой. Мен айтамын, сен машинға мені мінгіз деймін. Сөйтіп Орақбалғаға барайық. Сөйтіп көше іздейік деймін. Папасының атын білемен де Азат деген. Света деп сұраймыз. Света папасының аты Азат деп іздейміз дедім да. Көше сөйтіп шығайық, айту кешке дейін бірде танысып тауып қалар дедім да. Болмаса еш таудың іләжі жоқ та. Біреу айтты, бір паспорт туралы бір сөз кетті да. Ағайлармен отырып сөйтіп. Мен айттым, жаңа балаға айттым, сен дедім, Нүкісте андай танысың болса, компьютерный базадан Света папасының аты Азат. Енді Азатбаевна, Азат қызы болып шығуы мүмкін дедім да. Фамилиясын білмеймін дедім. Жылынам дұрыс сөйлеймін, сол 80-ның берияғы дедім да. Сол қанша адам шығады, сол жаңағыдай телевизордан фотолар шығады ona неден. Соны дедім, еплеп алып дедім, маған жіберсін, мен суретінен танимын ғой дедім. Сондай қыла аласың ба дедім. Ілтимас қылып. Звонок етті телефоннан. Оғлам таныс баласы ма екен, әйтеуір ұстаз деп. Сондай бір қыз бар екен деді, соны табу керек, Орақбалғада тұрады екен деді. 10 минутқа қалмады ғой. Бір 2 адам бар екен деді. Бір үлкен апай деді, Света деген. Баз жіберемен деді, суретін деді. Ол телеграмнан келеді ғой, телеграм. Телефонда алып отырман. Біреу қыз деген, қызын жібер деген. Сөйтіп, ол жағына телеграмда айланып тұрып, сурет шықпай тұрады ғой. Сол уже ашпай тұрғанның өзіне білдім, солау дедім да, құсап тұрды. Айса тошым, паспортный столдан сөйтіп тауып алдым да. Сөйтіп, домкомнан сұрап, адресін несін деп, дәрі папасының, кішесінің өзінің нөмерін сұрап алып берді. Сөйтіп тауып жүрмен ау. Сөйтіп, папама звонок еткен да бұл, кішемді ой. Қызық болған әйтеуір. Папам маған айтып, сен біреу сұрап жатыр еді. Сондай сен атын білмеймін ал, біреудің нөмерін сұраймын деген ғой деп. Кейінен естедіңіз? Кейінен естіп отырмын ау. Сөйтіп, білмеймін деп жүреш, папам, қанша жыл болды ояқты қойғаныма деп нетсем, папам, яқшы, онда айтамын деп қойып, бір уақытта звонок келді.
папам звонок етті ма, иә, сіз звонок Мен еттіңіз бе? еттім. Сіз қоңырау еттіңіз. Сөйтіп сол кезде папам сөйлесіп отыр. Мен кухняда посуда жуып отырмын, мынандай жерден сөйлесіп тұр да. Ал мен Светадан сұрап едім, ұмытып кетіп пен балам, жаңағы о білмеймін деп жатырды деп сөйледі. Сөйтіп мен басым шығарып қарап тұрмын ғой, сөйтіп папам деп жан жаққа қарап, ал міне өзіне берейін деп, мен болмаса жоқ деп жіберің деп қойдым. Сразу маған беріп, ал мен бая Эльнұр маған ғой деп телефонды көтергенмін. Сонымен сөйлесіп кеттік ау әйтеуір. Бір-біріңіздің қайсы тәріптеріңіз ұнатасыз? Мехрибан адамға. Сояны қатты ұнатамын. Ерегесе бір ұмытып кеттім деп нетпейді де, соны қылады. Мына жатқанда бір қиын ғой, біреуге бір жұмыс айтып, я жұмысау. Соны айту яқ демей қылады, соған қуанаман қаттыға. Жақсы. Бір ауру адамдай сезіп, нетіп қалмаймын да. Уақытында тұрғызады, өзінанға шығып кетеді. Тұрғызатын уақыт соған кетемін, я өзі келеді тұрғызып кетейін деп. Болмаса, нан жауып атқанда адам баса-бас болады. Соның арасында келіп тұрғызып кетеді мен. 1,5 сағат уақыт кетеді оғанам. Енді 2 адам болмаса, мен мына коляска мінгізіп отырғызу қиын да. Киіндіреді, отырғызады, сонымен шығарады былай қарап. Әйтеуір клиенттерім түсінеді, оғаным Аллаға шүкір, әйтеуір минетіңді берсін деп нетеді оларым. Ал түсінгеніне рахмет деймін, болмаса уайбу, мен қамырым ашып тұр, тез бола ғой, қанша уақыт кетеді, яғни ярым сағаттай кетеді ғой, 40 минуттай кетеді. Келіп тұрғызып киіндіріп кетемін. Мен жаздың күні қасыма апарып қоямын, сол жерде отырады қасымда. Тоқлы коляскамен барамын, үкімет тоқлы коляска беріп қойды міне. О, үкіметке де рахмет. Баратын жеріне барады, ана көшенің басқаларына барып келеді, магазиндерге барып келеді. Бір кездерде аптекеде жұмсаймыз оны. Өзің барып келе қойды. Әйтеуір жалбы жоқ. Қуанамын әйтеуір, Аллаға шүкірлер келтіремін. Дұрыс. Сау адамдар сау болам тыңламайды ғой бірі-бірін. Мына қалымда да тыңлайды да. Жақсы. Соған қуанамын қатты. Сол әкеме де рахмет айтамын ғой. Осындай жатқан адамға берді деймін да, біздер мысалға, не? Бұл басқа адам болғанда түсінбейді анамның адам. Осындай постельный төсекте, коляскада жатыр, аяқ-қолы істемейді десе де. Сіз не? Қайсы тәріптерін ұнатасыз? Қайсы тәріп үшін таңлағансыз? Барлық тәріптер маған ұнайды негізі. Бір адамға не мотивация береді, бір ақыл, мен енді ақылым ғой, ақыл көйім. Әнмен затты ойласып істейміз бірге. Мен мынандай істей жақпан десем, дәрі қолап қуатылайды. Ананы істетіп беремен, мынаны істетіп беремен, енді тандырым көрдің ғой, тандырымды құрғызып, масақат еседі сізбен. светлерін істетіп, столларын бәрін өзі сол қайнағыма істетіп, қайнағыма да рахмет сол. Әйтеуір бияқтың айтқанымен бәрін істеп беріп отырыпты ғой. Рухи қолап қуатлаған, меніңше ең күштісі болса керек. Мысалға, ес сатымды істеп, жаңағыдай не жағынан көмек беріп, я бір түрге ақша таппағанменен, соның өзім жетеді да маған, не, қолап қуатлағаны. Несі, әйтеуір, ал қызларға да мысалға қолап қуатлап, сол қызларға да өзінің әкесіндей болып, жаңағыдай оқың, ертең күніңіз, жейтін наныңыз деп, әйтеуір Аллаға шүкір, биыл екеуі де оқуға түсті деймін да. Енді перзенттерге тоқталдық. Неше перзентіңіз бар? Хамде перзент тәрбиясында көбірек не нәрселерге етібар беру керек деп ойлайсыз? Көбіне көп үйде берген тәрбие қарайды ғой. Ата-ананың берген тәрбиесіне қарайды. Жас уақытлары. Ол өсіп, самостоятельно болған уақытлар, ол көшең тәрбиесін алып тастайды ол. Бастан беру керек те тәрбиені жақсылап. Ата-ана көбірек сұхбатлашу керек те, балалармен сұхбат өткізу керек, дос болып сөйлесу керек ата-ана. Перзентлермен бір зат десе бақырып қой, сен ондай қылма, бұндай қылма демек. Себебін сұрау керек. Мысалға деймін да, сен не үшін созалқа не болып тұрсаң, не себеп болып тұр? Кімнің ата-анасымен жақын, һәм менің алдында громкіге қойып сөйлеседі екен ғой. Кім? Мен қызым айтады, мама, менің папам ең бірінші орында алды дейді. Көпшілік болып өздері ана телефонды громкіға қойып үймен сөйлеседі ғой. Мынанда есік отырады көпшілік ойнағанда группасында. Кімнің папасы, мамасы не деп сөйлейді кәне, қандай деп. Еді мұғалім бар дейді, бәріміз отырмыз дейді, тыңлап дейді. Сізге қоңырау келді? Енді отдыхал, звонок етіп сөйлесе, не қылып жатырсыз, қалайсыздар? Звонок етеді, папа сізді жақсы. Біздерім сені жақсы көреміз, деп енді сұрауыз, айтып детіп, сөйлесіп. Бірлерін жаңа мамалар жаңдай, папалар, не жаңдай, ақша керек пе? Пұл керек болмаса сен шықпайсың ғой. Неге жақсы көремін деп жатсаң? Не болды? Не, тынышлық па деп, мамасы жақсы көремін десе, не болды, тынышлық па деп, сөйлескерлер болды, ұялып қалып деп сөйлейді да. Енді ондай қылып постоянно звонок етіп, не етемін, бірінші мәрте көреміз да. Ендігі звонок еткенде
әр зонаға кеткенде ойланып қаламын да жаңағыдай зат болып жатқан жоқ па екен деп. Енді өзіңіздің жағадағы балалығыңыз хақында айтып берсеңіз. Біздердің балалығымыз айрықша. Парықтым көп. Біздердің уақытымызда ол телефон деген затлар болмады. 9 қаппақ ойнайтын едік, 4 құты ойнайтын едік доппенен. Қызыл галстук деген ойындар болатын еді. Даже қызлармен резинка секіретін едік. Басқа ойнайтын қызық зат жоқ та. Балалар енді бірде-бірле көшеге шықпай қалған уақытлар болады. Қызға қосылып, санда не ойнаймыз, санда теппек. Теппек лақтырып, теппек ойнаймыз қызлармен. Hayat ертерек басталатын еді уақытлар, не? Мен не емеспін да, атысталы емес едім, оқу ықыласым жоқ еді, көп затқа нем бар еді, қызығышым бар еді да. 3 перзентпен дедіңіз, иә? Бізде 3 бала едік. Мысалы үшін, сенсі деген нәрселер болмай ма? Мысалы қазір өздеріміз шаңырағымызда 3 перзентпіз. Сенсі, мен істедім ғой жаңа деген нәрселер көп болады да жастардың арасында қазір. Сондай нәрселер болған ба? Үлкен ағам 74, мен 79-бан. Арамыз разница көп қой. Анау енді жас үлкен есебінде қорқатын едік. Дешін сөйлеуге, қайтап сөйлеуге, сенсіле, мен деп айта алмайтын едік. Інім 84, одан кішкентай еді уақытта. Еркеті. Сенсе де оны жұмысап. Ауқат, салат, жағына қызығатын болғанда. Неше түрлі ауқат, неше түрлі балық, не. Әммен заттан пісіруге қызығады. Қазірам қызларға үйретіп отырады, сол коляскасымен барады. Мен өзі кәсібім повар да. Постоянно үйретеді. Еліге дейін үйрете береді сол. Үйдегілер анау дейді, мынау дейді пісіреді. Мен айтамын, сен дипломыңыз бар ма деймін де. Дипломыңыз жоқ, менің дипломым бар деймін де. Енді ол дипломға қарамайды ғой, енді пісіретін адам пісіре береді. Кулинария бойынша шамасынан біледі, мысалы мереке беретін болса да һәммен сұраймыз бияқтан. Сода бос уақытымда азмас пысымды алып, күртік алатын істеймін. Үлгерек қылып, бауырсақ алатын қылып істеймін. 3-4 істеймін 1 аптада. Сүзекі. Сүзекі ауқатқа. Оның арасында біз істеймін, біз аяқ киім тігетін. Одан бір 15-20-сын істеймін. Одан кейін жаңағыдай не, біреу-екеу успет етсем, жаңа маркапша өтіретін, кешіріп өтіретін не, ағаштан деп. Ел жаспан ғой, жаңа 40-тан өтіп атармыз. 80-90-ға дейін елі көп уақытлар бар. Бәлкім жүріп кетермен, нәсіп етсе. Келіншегіме көп-көп рахмет айтаман. Әмі уақыты мен райыма қарайды. Өпкелетіп қойғыз келмейді де. Тұрғыз десем кеп тұрғызып кетеді. Дәлші нанына кетеді. Бұлан бір дарамат табыс. Қызлардың оқуына проезд ақша болады. Көп заттарымызға жұмсаймыз. Минет етсең бәрі болады. Хаятта көресің ғой, досың бар, қоңысың бар, жора жолдасың бар, телевизордан көп нелерді көресің. Шүкіршілік етпейді оның адамларым көп. Тұрсы жасау атқанына ешіне алмаймын. Ата-енелерім бар, ағаларым бар. Соларым қарасады. Ағайын туғалар достарымам қарасады. Не жәрдем деп тұрады. Қол тимесе телефоннан звонып кетеді. Шүкір, перзенттерім бар сол. Налымаймын. Солар қарамаса мен өзіме қарай алмаймын. Өзім ауқатын өзім алып жей алмаймын. Сол шай ауқатым уақытында келетін бағыт, Аллаға шүкір. Содан кейін хаятқа қуам жасайтын шығармын. Кейде аңламаймыз өмірді. Шүкіршілік етуді ұмытып қоямыз. Бүгін біз тәубет құрған инсанлар болса, қандай өмір сүрмесін, өз өміріне мінетар, һәм де ешқашан шүкіршілік етуден тоқтамайтұғын инсанлар еді. Біз халық арасынан қаһарманларды жаратамыз. Кейінгі қаһарман болса, сіз болуыңыз мүмкін. Келесі аларымызға көріскенше, қош сау, саламат болың.